Достар, барлықтарыңызға сәлем. Сіздерге бүгін американдық панкейктердің рецептісін ұсынамын. Таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді және түрі де әдемі болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен жасап көріңіздер. Ең алдымен бір жұмыртқаны жарып, үстіне қант қосып, миксерлеп аламыз. Миксерсіз-ақ қасықпен де араластыра беруге болады. Жұмыртқа мен қант араласқан соң үстіне сүт құйып, тағы да ары араластырамыз. Екі-үш минут миксерлеген соң осындай аппақ көпіршіктер шығып, көлемі ұлғаяды. Сол кезде 2 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындап, ұнымыз бен разрыхлителімізді қосып шығамыз. Қосып болғаннан кейін осылайынан қолымызбен өзіміз араластырып шығамыз. Сол кезде жаңағы ұндарымыз жан-жаққа шашырамайтын болады. Массамыздың консистенциясы осындай сұйық болуы тиіс. Енді газымыздың немесе плитамыздың астын отын жай қылып қосып қоямыз, және де осындай табаға пісіретін боламыз. Табаның түрі маңызды емес. Кез келген табаға жасай беруге болады. Және де табаны майламау керек. Осындай құрғақ болуы тиіс, және де бір қасықтан осылайынан құйып шығамыз. Құйып болғаннан кейін, міне осындай домалақтап, осындай форма жасаймыз, доңғалақ форма жасаймыз. Осындай доңғалақ форма жасасаңыздар, панкейктеріңіз жұқа, ортасы пісіп шығады. Шамамен 30 секундтан кейін панкейктерімізді аудара беруге болады. Осындай тесіктер пайда болғанда аудару керек деген сөз. Панкейктеріміздің екінші жағы бірінші жағына қарағанда тезірек піседі. Дәл осылайша барлық массамызды пісіріп шығамыз. Бұл рецепттің жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде үй-іштеріңізді қуантып, таңғы асқа жасауларыңызға болады. Мен жаңа рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің YouTube каналыма және Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дайын панкейктерді сметанамен, балмен, сгущенкамен жеуге болады. Немен жесеңіздер де өте дәмді болып шығады. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.